Курсымызды киберқауіпсіздіктің болашағы және кәсіби дағдыларды дамыту тақырыбымен аяқтаймыз. Әлем бұрын-соңды болмаған жылдамдықпен өзгеріп жатыр. Жасанды интеллект, заттар интернеті, бұлтты қызметтер, мета-әлемдер бұл тек технология ғана емес. Бұл біз өмір сүріп жатқан жаңа шындық. Киберқауіпсіздік тек қорғаныс емес, болашақтың негізгі құзыреті. Бүгінде қандай трендтер цифрлық қауіпсіздікті айқындап жатыр? Білім беру ұйымдарына бағытталған кибершабуылдар саны артуда. Шабуылдарда жасанды интеллект пен дипфейк технологиялар жиі қолданылады. Кибергигиена мен тәуекелдерді алдын ала талдау сынды жаңа қорғаныс тәсілдері пайда болуда. Бұл сіз үшін мұғалім ретінде нені білдіреді? Бұл уақыттан қалып қоймай цифрлық ортаның қалай жұмыс істейтінін түсіну маңызды екенін көрсетеді. Киберқауіпсіздік тек IT мамандардың міндеті емес, ол жалпы педагогикалық құзыреттіліктің бір бөлігі. Курсты аяқтай отырып, сізге өз мектебіңіз бен жоғарғы оқу орны үшін цифрлық қауіпсіздік бойынша жеке әрекет жоспарын жасауды ұсынамыз. Ой елегінен өткізіңіз. Ұйымыңызда қандай тәуекелдер өзекті? Қандай тақырыптарды оқушылармен талқылау керек? Қандай ережелерді қарап немесе енгізу керек? Қандай дағдыларды жеке өзіңіз дамытқыңыз келеді? Кішкентай нәрседен бастаңыз. Сынып сағаты, қысқа презентация немесе әріптестермен талқылаудан. Дәл осы әрекеттер цифрлық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырады. Осы жолды бізбен бірге өткеніңіз үшін рахмет. Сіз жай ғана мұғалім емессіз. Сіз цифрлық көшбасшысыз.